Ассалаумағалейкум барша талғам сізде каналына жазылушы қазақ бауырластар. Бүгін мен сіздерге Telegram әлеуметтік желісін қазақ тілінде қалай өзгерту керектігін үйрететін боламын. Біз Telegram жүйесін қазақ тілінде пайдаланатын мүмкіндік жасағанбыз. Жарым жылдай уақыт болып қалды. Жалпы Telegram жүйесін қазақшаластыру үшін біз Telegram әлеуметтік желісіне кіреміз, сосын іздеу қазақша Telegram деп жазсақ та болады. Қазақша Telegram десек шығады, жазылған болсаңыз. Ал жазылмаған болсаңыз айғұлақ, сосын ТГ деген Телеграмның қысқартпа сөзі. Ал қазақ деп латын әрпімен жазсақ, осы каналға жазылуға болады. Кіреміз, кірсек, мына жерде Telegram жүйесін қазақ тілінде өзгертетін файл тұр. Android XML деп тұр. Төмен қараған стрелканы басамыз. Түсіп болған соң қолыңыздың оң жағына қарасаңыз үш нүкте бар. Үш нүктені басамыз. Осыдан жоғары төмен санағанда үшінші орындағы ағылшын әріпті басамыз. Мына жерде қазақ тілі деп тұр. Қазақша деп тұр. Басамыз. Міне Telegram жүйесі толықтай 99% қазақ тіліне өзгереді. Жалпы Telegram жүйесі мен қазақ тіліне өзгерткен болатынмын. Оны қытай тілінен аудардым. Сөздер өте көп болды, өте қиын болды деуге болады. Жалпы 150 мың әріп болды ма, сондай әріптен тұрды. Мен бұл қазақша Telegram каналында о жайлы айтып кеткенмін. Міне 2 ай уақытта қытай тілінен аударып дайындадым. Жалпы аударма 153 мың әріптен тұрған екен. 95% қазақшаладым. Жалпы қазір қазақ тілінде пайдалануды үйрендік біз. Өте оңай, каналға кіресіз. Бірінші орында тұр, ең астында қарасаңыз. Осы жерден өзгертуге болады, және менімен жеке байланысқа шығуға болады. Байланыс деп тұр, айғұлақ қазақ 94 деп тұр. Тіке міне маған да өтуге болады. Тіке сөйлесуге болады. Жалпы Telegram әлеуметтік желісі өте озық. Өйткені бұнда бір группада 100 мың адам отыруға болады. Және бұнда біздің бүкіл файлдар Telegramның өзінің бұлттық дискісінде сақталады. Яғни телефонымыздан көп фамит алмайды. WhatsApp сияқты телефонымызды көп қатырып тастамайды. Және бұл бизнеске арналған. Өзіміздің бизнесті өте көп адамға жеткізуге болады. Және группа бастығына өте басымдық берілген. Бұл жерде біреулер реклама жолдап, тобыңызды бүлдірсе, оған бірден тыйым салуға болады, топтан шығарып тастауға болады. Және бір мезет оны топта сөйлемеуге мүмкіндік жасауға болады. 1 ай, 2 ай тыйым салып тастауға болады, 1-2 сағат тыйым салып тастауға болады. Тіпті оның жолдаған іс-еместерін бір кнопка арқылы бүкілдей топтан тазартуға болады. Мысалы, ол сіздің группаға бір 100-деген, 1000-даған жарнама тастаған болуы мүмкін, оны бірден өшіріп отыру өте қиын. Ал бұлда Телеграмда бір озық жағдай. Мысалға, менің бір группама кірейін. Мына жерде мына Айза деген кісі көп нәрселер жазып саған. Мен мына жерден өшіретін болсам, міне бір талдан өшіруге тұра келеді. Міне жою деп тұр. Міне бір талдан өшірсем, міне біреу ғана кетті, қалғандар тұр. Ал енді осыны тез өшіру үшін біз өшіру деген талдаймыз. Айзадағының барлық хабарын өшіру деген тетік бар, үшінші орында. Қазақша өте көп сөз болып кетті мына жерден, сондықтан көрінбей тұр. Үшіншісін талдаймыз. Окейді басамыз. Міне Айзада деген кісінің жазған несін бірақ жоғалтты, бірақ тазартты. Енді мына жерде тағы бір кісі солай жасаған. Міне реклама жіберген көп.
Енді оны да жоғалту үшін біз үшінші тетікті талдаймыз. окейді басамыз, міне бірақ тазартады. Тағы да біз бір адамдыкін бір жолата тазалайды. Бір адам мысалы 100-ге таяу жарнама жолдап саған болса, біз бір тетікті басу арқылы ғана жоғалтамыз. Және бұл адамдарға тиым салуға болады, яғни қара тізімге салуға болады. Бірден осы жерден басқаруға. Ал WhatsApp'та ол адамдар тауып үшін іздей отырамыз. Кәдімгі бір адамды группадан шығару үшін оның атын білу керек, оны өзіміздің неге сақтау керек. Өте қиын жағдай. Мысалға мына жерде реклама жасап отырған кісінің міне жерде хат жөнелту, қоңырау шалу, видео қоңырау шалу деген сияқты әңгімелер тұр. Маған бұл кісіні топтан шығарып жіберу, я болмаса шеттету, рекламасын тазалау керек еді. Ал бұл жерде өкінішке орай ондай функция жоқ. Сондықтан телеграмды мен қазақшаластырдым. Қазақтарға пайдасы тиер, осы әлеуметтік желіні пайдаланып қалуы мүмкін деген оймен жасадым. Әрдайым мемлекеттік тілмен бірге болайық. Әрдайым қазақ тілмен бірге болайық. Сонда ғана көркейеміз. Мен сіздерге уәде беремін. Мен ешқашан орыс тілінің, қытай тілінің, ағылшын тілінің құлы емеспін. Мен дара шабуға тиіспін. Өйткені мен тәуелсізбін. Менің отаным, менің тілім бар. Мен ол тілдің абыройын көтеру үшін сол тілде жұмыс жасауым керек. Яғни қазақ тілінде жұмыс жасау керек. Мен сондықтан өзіме тиесілі техниканың барлығын қазақ тілінде пайдаланғым келеді. Және қазақ тіліне пайдалануға үлес қосқым келеді. Сондықтан мен осындай қадамдар жасап отырмын. Барлығымыз, әрбір қазақ өзінің қолындағы телефонын қазақша пайдалансын. Ноутбугын, компьютерін, барлығын қазақша пайдалансын. Қазақ тіліне үлес қосыңыздар. Қазақ тілін пайдаланатын адам көп болса, сұраныс көп болса, ол бизнестің тілі болса. Мысалы, америкалықтар компьютерін, смартфондарын қазақша жасамаса, қазақ тілі жоқ болса, Қазақстанда саудасы жүрмейтін болса, олар міндетті түрде қазақ тілін қосады. Ал ол мүмкіндікті қазақтар ғана жасай алады. Ешкім бізге ол мүмкіндікті жасап бермейді. Сондықтан сіздерде әрдайым талғам болсын. Әрдайым қазақ тілін талдаңыздар. Қазақ болсаңыздар, ұрпағым қазақ болсын десеңіздер, қазақ тілінің абыройын көтерем десеңіздер, солай істеңіздер. Ал маған бәрібір десеңіздер, сіз басыңыздағы темір қалпақты шешпей жүре беруге болады. Сіздің басыңыздағы темір қалпақ ол ағылшын тілі, ол орыс тілі, ол қытай тілі, менің білуімше. Біз темір қалпақты шешіп тастайық. Құлағымыз темірден жаратылса да жұмсартайық, мына сөзді дұрыстап естейік. Әрдайым қазақ тіліне жанымыз ашитын болсын. Алға қазақтар. Біз бірге болайық, біз бірге нәтиже жаратайық.